Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін қазақ тілі сабағынан дара және күрделі сын есім және ұшу аппараттары туралы не білетініміз туралы білімімізді кеңейтіп, пысықтап аяқтайтын боламыз. Ендеше балалар, сабағымыздың мақсаты дара және күрделі сын есімді анықтау, мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Ендеше балалар, сабағымызды бастау үшін бүгін біз миға шабуыл әдісін қолданатын боламыз. Ол үшін сіздерге қызыл және жасыл түсті бояулар қажет болады. Сұрақтарды көшіріп жазып болғаннан кейін белгі тастаймыз. Егер сұрақ дұрыс деп ойласаңыздар, оғымен келіссеңіздер, жасыл түсті бояумен белгі қалдырасыздар. Егер сұрақ қате, онымен келіспесеңіздер, қызыл түсті бояумен белгі қалдырасыздар. Жарайсыздар оқушылар, ендеше оқулықпен жұмысқа өтейік. Оқулығымыздың 102-ші бетіндегі бірінші мәтінді оқимыз. Мәтінді өз бетімізше оқып, мәтін астындағы сұрақтарға жауап береміз. Және де мәтінді оқып болғаннан кейін өзіміз де дәл осылай мәтінге байланысты екі сұрақ құрастырамыз. Балалар, суреттерге назар аударамыз. Суреттен нені байқап тұрсыздар? Дұрыс айтасыздар балалар. Әуе көліктері туралы не білеміз? Қай әуе көлігін жақсы білесің? Сол туралы жаза кетсең болады. Бір әуе көлігін таңдап, оны сипаттап, ол туралы не білетініңді дәптеріңе жаз. Жарайсыздар оқушылар, ендеше оқулықтан 18-ші жаттығуды қарайтын боламыз. Өлеңді қатесін түзеп көшіріп жазыңыздар дейді. Қарамен берілген сөздің түбірі мен қосымшасын ажыратыңыз. Сын есімді тауып сұрақ қойыңыз. 19-ші жаттығу. Берілген әріптер қатарынан жасырылған сын есімдерді тауып оқыңыз. Оқушылар, бұны дәптерімізге емес, тек ауызша орындайтын боламыз. Мысалы, мен сіздерге мысал келтірейін. Мен бұл жасырынған әріптердің ішінен сын есімді айта кетейін. Ірі, әдемі деген сын есімдерді тауып тұрмын. Сіздер қандайын таптыңыздар? Оқушылар, шаршадыңыздар ма? Ендеше сергіту жаттығуын жасайық. Барлығымыз бірге орнымыздан тұрамыз, алақанды ұрамыз, бір отырып, бір тұрып, тез шынығып аламыз. Жаттығуды 2 рет орындаймыз. Ендеше сергіп болсақ оқушылар, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Оқулығымыздың 20-ші жаттығуы. Өлеңді көшіріп жазып, сын есімдердің астын сызыңыз. Дара және күрделі екенін ажыратыңыз. Ендеше оқушылар, мен оқимын, сіздер мұқият тыңдаңыздар. Жаман бала өзін-өзі мақтайды, жақсы бала ар ұятын сақтайды. Тоқылдақтар тоқ-тоқ етіп тоқтайды, бұлбұл құстай әсем әуен таппайды. Өлеңді өзіміз оқып, сын есімдерді тауып астын сызамыз. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге 21-ші жаттығу. Жұмбақты көшіріп жазып, жауабын табыңыз. Жұмбақтағы сын есімдерді тауып, оның дара және күрделі екенін ажыратыңыз. Жұмбақтың жауабына сөйлем құрастырыңыз. Сонымен оқушылар, маған кері байланыс жасауды ұмытпаңыздар.